Кайырлы күн YouTube көрермен. Мен Жансая Байдалықызы, дәрігер кардиологпын, және де бұл видеода давлениенің дәрісін қай уақытта ішу керектігін айтып өтемін. Давление деген не? Қан қысымы. Бұл қанның қан тамырлар бойымен өтіп, бүкіл организмге жету үшін жұмсайтын күші. Қарапайым тілмен айтқанда, жүректі насос деп алсақ, қан тамырлары мен оның ішіндегі қанды ішінде суы бар шланг деп алсақ. Насос суды айдайды, және де шлангыдағы судың жұмысына әсер етеді. Насос егерде қатты жұмыс істесе, шлангыдағы қысым жоғарылайды. Ал егерде насос өте жай жұмыс істесе, онда шлангыдағы қысым азайып, оның ішіндегі суы қажет жеріне жетпей қалады. Қан қысымын өлшеген кезде екі цифраны анықтаймыз. Жоғарғы және төменгі. Жоғарғы цифра ол систолалық. Ол яғни жүректің қанды айдау үшін жұмсайтын күші. Екінші цифра төменгі. Диастолалық цифра ол жүректің босаңсыған кездегі пайдаланатын күші. Сонымен давлениенің дәрісін, қан қысымын түсіру үшін дәріні қай уақытта және де қалай ішу керек? Біз дәрігерлер көбінесе дәрілерді таңертеңгі уақытқа береміз. Неге? Өйткені кейбір дәрілердің құрамындағы компоненттер зәр айдайтын қабілетке ие. Ал оны түнгі уақытта ішу науқастың режиміне кедергі келтіреді. Сондықтан көбінесе таңертеңгі уақытта ішеміз. Бірақ та оның барлығы толық диагностикадан өткеннен кейін ғана анықталатын мәселе. Пациенттер дәрі ішкен кезде жіберетін көп қателіктер. Ең жиі кездесетін қателік бүгін мысалға таңертең қан қысымым 120/80 екен деп, жоспарлы түрдегі дәріні, базистік дәріні ішпей қою. Ол сіздің давлениеден мүлдем жазылып, емделіп кеткеніңізді білдіретін цифра емес. Ол сіздің терапияңыздың эффективті болып жатқанының көрінісі. Сондықтан терапияны жалғастыру керек. Мысалы, жоспарлы түрде ішілетін ең көп берілетін дәрілер амлодипин, пиридаприл дәрілері 18-24 сағат жұмыс істейді. Яғни ол ішкен сәттен бастап давлениені бірден түсірмейді. Ол бір тәулік бойы давлениені нормада ұстап тұруға көмегін беретін дәрі болып саналады. Екінші қателік жіберілетін, ол дәрінің дозасын өз бетімен өзгерте салады. Бүгін 2 таблетка іше салады, ертең жарты таблетка іше салады. Оның әсерінен терапияның эффективтілігі төмендеп, мақсатты цифрға жетпей қаламыз. Үшінші қателік ішу уақытын дұрыс бақыламау. Бүгін ол дәріні сіз таңертең іштіңіз, ертең түсте немесе кешке іштіңіз. Соның әсерінен дәрінің әсер ету механизмі организмге толығымен қонбай, қан қысымы өте жоғарылап, немесе өте төмендеп кетуі әбден мүмкін. Және де үшінші, дәрінің ішу техникасы. Дәріні шаймен, кофемен, немесе шырынмен ішу. Ол дәрінің организмге дұрыс түсіп, дұрыс ыдырауына кедергі келтіреді. Сондықтан тек сумен ішу керек. Сіздермен болған Жансая Байдалықызы. Егер ақпарат пайдалы болса, Байдалықызы мен пайдалы кеңес каналына жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Қан қысымыңызды бақылап жүріңіз.